Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте дәмді әрі ерекше кешкі ас дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, өте қызықты болады. Ең алдымен картоптан пюре жасаймыз. Ол үшін картоптың сыртын тазалап және де жуып алып, видеода көрсеткендей етіп турап аласыздар. Және де үлкен кастрөлге картоптарымызды саламыз және де үстіне салқын суды құямыз. Осылай оттың үстіне қойып 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Ал енді салмасына көшейік. Ол үшін бір пияздың сыртын ашып, жақсылап тұрып жуып, оның жартысын ұсақтап етіп турап аламыз. Және де тартылған еттің үстіне саламыз. Менде мұнда мантыдан қалған тартылған ет, сондықтан ешқандай дәмдеуіштер қоспаймын, тек қана осы бір жуаны қосамын. Оны жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Ал енді араластырып болғаннан кейін кішкене бөліктерін қолмен осылай домалатамыз. Видеода көрсеткендей істеңіздер. Егер де артық суы болса, оны сығып жібереміз. Міне осылай дайындаймыз. Бұл тағамның бір ерекшелігі ешқандай көп затты қажет етпейді, үйдегі бар затпен жасалынады. Ал қазір біз аскөкті осылай кішкентай етіп турап аламыз. Және де жаңағы піскен картоптарымызды басқа ыдысқа салып, оның үстінен сары май, тұз және де туралған аскөктерімізді саламыз және де одан пюре жасаймыз. Достар, жалпы сіздер Қазақстанның қай қаласынан боласыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Мені қай қаладан көп қарайды екен, соны біліп жүрейін. Және де қалауларыңыз бойынша бір жұмыртқаны да қосуға болады. Ол біздің пюремізді одан сайын жұмсарта, нәзік ете түседі. Ал енді осы пюрелерімізден де шариктар домалатып жасаймыз. Ол үшін бір қасықты аламыз. Қолға осылай кішкене массаны салып, қолмен жақсылап тұрып домалатамыз. Достар, менің каналыма 1000 подписчик жиналуына сәл ғана қалды. Егер сіз көріп, бірақ тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз, сізге алғысым шексіз болады. Рахмет. Ал енді осы пюремен жаңағы тартылған ет екеуін бір-біріне қосамыз. Дәл видеода көрсетілгендей істеңіздер. Пюреміз сәл үлкенде болуы керек. Соның үстіне жаңағы домаланған тартылған етті саламыз және де осылай жан-жағын пюремен қоршаймыз. Міне осылай әп-әдемі болып шығады. Осылай барлығымен жасап шығасыздар. Менде бұл жерде 10 штуктай шықты.
Міне осындай өте әдемі болып шықты. Және де үстін одан сайын әдемілеу үшін қызанақтарымызды домалақтап етіп турап аламыз. Және де әрбірінің үстіне бір-бірден саламыз. Және де осы тамағымызды біз духовкада пісіреміз. Ол үшін духовканың табасына тағамымызды саламыз. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минуттай немесе 1 сағаттай пісіреміз. Сіздің духовкаңызға байланысты. Үстіне кейін ірімшік сепсеңіздер де болады. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Және де мен қосымша ретінде гарнирге макарон пісірдім. Және де үстіне сәбізден, пияздан және де қызанақтан подлив жасадым. Өте дәмді болып шықты. Ерекше кешкі ас тез әрі жеңіл дайындалады. Сіздермен бірге болған мен Диана. Менің видеоларымда кездескенше. Ал сау болыңыздар. Тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазғандарыңызға үлкен рахмет.